Бүгінгі өтетін тақырыбымыз адам ағзалары. мұғалім, қашан 68-ші бетті өтеміз? Так, тыныш. Бауыр деген не, айта қойыңдаршы? Братишка. Өкпе деген не? Өкпе деген біреуге ренжу абида. Сендер не айтып отырсыңдар? Мына бауыр, өкпе деген ол адамның ағзалары. Өкпелерің жақсы жұмыс істесін десеңдер, темекі шекпеңдер. Мына бауырларың жақсы жұмыс істесеңдер, ертең ішпеңдер. Сонда еңбек мұғалім ба? Оны оқымаған ба? Алжар аузын жапшы. Сосын үй тапсырмасын жазып алыңдаршы. Үйге Кірпіл, кірпішеш және кірпікшелі, кебікше. Сосын балалар түнде звондап, түнгі сағат 12-де звондап, үй тапсырмасын айтып өтіп қойыңдар. Неге мұғалім? Ұйықтап атасыз ба не? Жоқ, Фатмагүл көрем, Фатмагүл.